Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода 2025 жылдың 8 сәуірінде шыққан декреттік төлемдер мен бала күтімі үшін жәрдемақыны есептеудегі жаңа өзгеріс туралы айтатын боламын. Бізде Қазақстанда қалыпты жағдайда әйелдер 30 аптасында декретке шығады. Яғни жұмыс жасайтын әйелдің 1 жылдық табысы есептелініп, сол табысынан декреттік төлем тағайындалатын. Енді 2025 жылдың 8 сәуірінде жаңа заңға сәйкес сол орташа айлық табысқа шектеу қойылды. Яғни ол 595 мың теңгеден аспау қажет. 595 мың теңге қайдан алынды дейтін болсаңыздар, бұл ең төменгі жалақы, яғни бізде 85 мың теңгенің 7-ге көбейткендегі суммасы. Яғни осы суммадан аспайтын жаңағы декреттік төлем тағайындайтын жаңа заң шықты. Енді есептейтін болсақ, бір әйел жұмыс жасайды, ол кісі 2 жерде жұмыс жасайды. Және 2 жердегі табысы 500 мың теңге құрайды. 1 жыл жұмыс жасаған орташа айлық табысы 1 миллион теңген құрайды. Сол 1 миллион теңгені сіздер 4-2 коэффициентке көбейтесіздер, сонда 4 миллион 200 мың теңге шығады. Одан 10% алып тастаған кезде 3 миллион 780 мың теңге жаңағы декретный тағайындалатын. 8 сәуірге дейін 2025 жылдың. Ал енді 8 сәуірден бастап осы суммаға өзгеріс енді. Яғни бұл кісінің орташа айлық табысы 1 миллион теңге болса да, есепке 595 мың теңге алынады. Сол 595 мың теңгені сіздер 4-2 коэффициентке көбейтесіздер, сонда сол суммадан сіздер 10% алып тастайсыздар. Сонда сіздерге декреттік төлем ретінде 2 миллион 249 мың 100 теңге декреттік төлем тағайындалады. Енді бала күтімі бойынша жәрдемақыны тағайындауда да өзгеріс енді. Егер де осы декретке жұмыс жасайтын әйел декретке шыққан кезде, соның орташа айлық есеп табысы 595 мың теңге болса, мысалы, соның 40%-ын баланың күтімі бойынша және жәрдемақы алып отыратын. Егер де сол алып отырған әйел бала босанғаннан кейін жұмысқа шығып кеткен жағдайда сол төлем тоқтайды. Оның орнына мемлекеттен берілетін 22 мың 35 мың аралығындағы жәрдемақы тағайындалатын болады. Жұмыс жасайтын әйелдерге қатысты болып отыр. Олар босанғаннан кейін жұмысқа шығып кетсе, бірден бұлардың жәрдем ақысы төмендеп кетеді. Яғни мемлекеттен берілетін жәрдемақыға теңеледі. Яғни осындай пайдалы ақпараттар қажет болса, каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар.